жалпы білім беретін негізгі мектептің 7-ші сынып оқушысы Сапабекова көрген боламын. Егер мен президент болсам, жастардың болашағын өз қолыма алатын боламын. Барлық балалар үйі мен қарттар үйін мүлде жоятын едім. Елде болып жатқан зорлық, зомбылық, адам ұрлау деген жаман әрекеттерді жоямын. Ауылдық жерлерді су, газ жолмен қамтамасыз етемін. Ауыр халдегі балалар мен қарттарды тегін ем алуына көмек қолымды созамын. Ауылдық мектептерді барлық жағдайда қамтамасыз етемін. Еліміздің болашағы өз қолымда.